Абай Құнанбаев. Бірінші қара сөзі. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық. Әурешілікті көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік. Қажыдық, жалықтық. Қылып жүрген ісіміздің бәрінің баянсызын, байлаусызын көрдік. Бәрі қоршылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып не қылып өткіземіз? Соны таба алмай өзім де қайранмын. Ел бағу? Жоқ, ел бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не албырт көңілі басылмаған жастар бағамын демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу? Жоқ, баға алмаймын. Балалар өздеріне керегенше өздері бағар. Енді қартайғанда қызығын өзің түгел көре алмайтұғын, ұры, залым, тілімсектердің азығын бағып жүремін бе? Қалған аз ғана өмірімді қорқылар жайым жоқ. Ғылым бағу? Жоқ. Ғылым бағарға да ғылым сөзін сөйлесер адам жоқ. Білгенді кімге үйретерсің, білмегенді кімнен сұрарсың? Елсіз, күнсізде кездемені жайып салып, қолына кезін алып отырғанның не пайдасы бар? Мұңдасып, шер тарқатысар кісі болмаған соң, ғылым өзі бір тез қартайтатұғын күйік. Сопылық қылып дін бағу? Жоқ, ол да болмайды. Оған да тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күнге бір тыныштық жоқ. Осы елде, осы жерде не қылған сопылық? Балаларды бағу? Жоқ, баға алмаймын. Бағар едім. Қалайша бағудың мәнісін де білмеймін. Не болсын деп бағам? Қай елге қосайын? Қай қарекетке қосайын? Балаларының өзіне ілгері өмірінің, білімінің пайдасын тыныштықпен көрерлік орын тапқаным жоқ. Қайда бар, не қыл дерімді біле алмай отырмын. Не бол деп бағам? Оны да ермек қыла алмадым. Ақыры ойладым. Осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағазбен қара сияны ермек қылайын. Кімде-кім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын. Я оқысын. Керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Абай атамыздың қара сөздерін менімен бірге оқып, менімен бірге болыңыздар. Арна мұна сатыры келіп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.